Ассалаумағалейкумдер, қайырлы таң. Бүгін 4 июнь. 4 июнь ба? 5 июнь да? 5 июнь. Мына домдарды бар ғой. Ақтаумен салыстырып қарап жатырмын да, мына домдар ғой міне. Ақтаудың домдары сияқты домдар ғой. Бірақ аулалары кең екен да, соған таңғалып отырмын да. Мына дордан шығасың ғой, спокойно, міне үлкен скамейка тұр. Ауласы кең, машина қоятын жері бар. Еще көшеге шығасың ғой, былай қарай. Көшеге шыққан кезде қара. Каждый домның алдында алаң бар да, мынандай. Бізде де мына домнан кейін сразу келесі дом тақап салған ғой. Мыналарды қара, кең да. Аулалары кең да, қара, мына дом тұр. Ауланың кеңдігін көрсетейін деп жатыр, қара. Мысалы, үйден шығасың, мына жерде отырасың, міне, нарды ойнайсың деген сияқты ғой. Міне, мына жерде нарды ойнап отырсаң болады. Мына қара, территорияларын қара, міне. Мына жерде нарды ойнайсың, отырасың, скамейка тағы бар. Домның алдында да бар, подъезде де бар. Мына жаққа темекі тартатын урнасы тұр, мінекей. Осындай демалады да, мысалы, домнан шығады, не. Домнан шығады, ешқандай машина қоятын жері орын көп та. Еще мынандай аулалар бар екен да, мына қара. Бірталай қаншама кең аулада. Мысалға бір дом, 2-3 дом тұр ғой міне. Соны салыстырып қарап отырмын да, бізде Ақтаудан нешін тақап тастаған домдардың бәрін. Міне, бас жоспар ауысып кеткен ғой, соның кесір ғой, мына қара. Мына жақта отыратын жер бар. Мынау санатория емес, кәдімгі микрорайонның іші ғой. Санатория сияқты болып салынған, бірақ. Міне, балдар спокойно ойнайды. Біздің Ақтауда ойын алаңы мына бордюрге мына тақап салған ғой, бордюрге тақап. Мыналарды қара, балдар бөлек ойнайды. Міне скамейка қара, ана жақта скамейка, 1-2 скамейка, мына жақта 2 скамейка, мына жерде міне 2 скамейка. Домнан шыққан адамдар каждыйына отыратын жер бар. Демалатын мінекей. Мына каждый подъезге отыратын өзінің скамейкалары бар. Қанша адам болса да, үлкен кісілер бар. Отырады жайлап. Ертең көріп қалсаң жаназа шығаратын да жер бар мысалға. Бізде жаназа шығаратын жер жоқ қой, машина қоятын жер жоқ. Мына қара, каждый неде өзінің отыратын скамейкалары бар. Сосын алаң мына жақта. Балдар ойнайтын алаңдары бар бізде. Соны салыстырып қарап отырмын да, жер мен көктей ғой. Біздің басқұдықта бас жоспарды ауыстырып жіберген. Вообще тақап тастаған адамдар. Осылар спокойно қара. Ағаш өсіп тұр. Аулалары кең да, соған мен таңғалып тұрмын да. Неге біздің Ақтауда, Маңғыстаудың жері кең ғой, бірақ тақап салған домдарды. Міне тренажер не керек па, міне заниматься ететін. Ара. Қандай керемет та. О, енді. Бұл жақта әкім жақсы болып тұр ғой. Мынау енді Орал ғой, Орал. Орал ғой. Оралда негізі орыстар тұрады, сосын мына жерді сатқызбаған ғой. Мына біздерде мына ортаға дом салып жүрген ба, тақап тастаған ғой. Міне стадион бар, мысалы, 3 домға мысалға. 1-2-3 домда. 3 домның ауласы мынау, өзінің жеке ауласы да. Қанша территория кең да. Міне балалар ойнап жүр. Спокойно. Машинаның дауысы естілмейді, тып-тыныш. Осындай, короче, аулаларын қара. Өте кең. Бізде де Маңғыстауда жер кең ғой. Бірақ неліктен тақап салған домдарды? Домдар неге тақап салғансын мен соған түсінбеймін да. Ана қара, қанша анау деген бар ғой, бірталай жер ғой. Машина спокойно қояды, қара. Отырасың, демаласың, жаның демалады да. Үлкен кісілер бар, жүреді кішкене. Қара. Қандай кең салынған. Сосын ана жерде контейнер, мусор салатын контейнерлер бәрі бар. Міне балдар өздерімен өздері ойнап отыр. Ара. Қандай кең. Соған мен соны салыстырып отырмын да, салыстырып қарап та. Енді былай шығасың ғой. Бәр жерде солай. Именно біздің басшылықта бас жоспарда ауыстырып жіберген. Жердің бәрін сатып жіберген ғой. Домдар біріне тақап сала берген. Жерді сата берген. Даже остановка дейін сатып жіберген ғой. Нара дорлары кең. Бізде Маңғыстауда жер сат. Неге жерлерін тақап салған? Соған әлі түсінбеймін ғой мен. Басқа ауылдарға келіп салыстырып қарайсың ғой.
рахат қой, жанның рахаты. Қандай көкал қара. Аулада жүресің, ара шөптер өсіп тұр. Қандай кең. Соның кеңдігін қарап жатырмын. Болмаса қаланың іші ғой. Бәр жерде солай кең салынған. Біздің басшылық сияқты тақап салмаған дондарды. Ортада бір машина өтетін жол зорға табасың ғой, тақап тастаған ғой. Мен балдар жейтін болса, мен бірдеңелер өсіп тұр даже. Жейтін заттар өсіп тұр. Қостар келіп тұрады. Кең қара, жолға тақамаған. Басқұдық сияқты жер ғой, көрдің бе? Асфальт жолға тақамаған үйлерді. Ара. Жолға тақап здание салмаған, біздерде тақап салып жүрген ғой. Ара жолдың ара айналасы кең. Кең жолдың айналасы. Бізде басқұдықта бас жоспарды ауыстырып жіберген. Мына ауланы көрдің бе? Арасы 20 метр, 30 метр бар. Бізде тақап магазиндер салып тастаған түгіл. Жолдың айналасына. Бас жоспарда, бірақ олай емес, бас жоспарда бізде де осылай салу керек. Бірақ бас жоспарды ауыстырып 2023 жыл. 14 жылғы салынатын жол салынбай қалды. Содан кейін салынбай қалды да, сосын жердің бәрін сатып жіберді. Жаңа жемқорлар деп айтады ғой, ұйымдасқан топ, депутат, қоғамдық кеңес 19 адамнан құралған. Солар бәрін сатып жіберген ғой. Енді осындай жолымыз жоқ біздің. Ара, спокойно. Жолға тақамаған, ештеңе тақамаған жолға. Ештеңе жолға тақалмаған. Көрдің бе? Бірталай ағаш егілетін жерлер бар. Кәдімгі дұрыс жасаған ғой. Осындай көшелер. Домның арты көлеңке қара. Талдың көлеңкесі. Ұзақ болса да түсіріп жатырмын енді. Салыстырып қарап жатырмын да. Бізде неге ол бас жоспарды ауыстырып жіберді? Ауыстырып жіберген 19 адам. 19 адамның кесірінен бас жоспар ауысып кеткен ғой. 19 адамның кесірінен бүкіл халық соның зиян зардабын шегіп отыр ғой. Зиян зардабын. Сосын мынандай контейнерлер мынандай тұр, мусор әкеліп салады. Келіп алып кетеді. Мына пластикті не жаққа салады? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 контейнер тұр. Осы жаққа салады контейнер. Ар жақта да тұр. Каждый домда осындай контейнерлерді мусор салады. Сол салыстырып қара отырмын да сондай. Осындай табиғаттарды. Біздің басшылықта неге ондай емес? Біздің басшылықта жердің бәрін тақап. Мынандай ағаш егетін жер қалдырмаған түгел сатып жіберген ғой. Ағашты кесіп тастап, здание салып тастаған, магазин бірдеңе салып тастаған. Бұларда салмаған, көрдің бе? Бас жоспарда қалай тұр, солай тұр ғой. Ренат деген гостиница екен тана. Осындай аулалар салыстырып жатырмын. Осындай жағдайлары бар. Пространство үйде жолға, үлкен жолға тақамаған ғой, көрдің бе? Ара пространство. Пешеходты қара, қандай керемет. Пешеход қара, адам келіп жатыр. Тып-тыныш қой. Тып-тыныш. Ара қанша жолға дейін қанша пространство бар. Бізде мынандай жер жоқ вообще. Бізде жолға тақап магазин, остановка, бәрін магазиндер тақап, бәрін тақап жолға салып тастаған ғой. Бас жоспарды ауыстырмау керек еді ғой, ауыстырмау керек, қайтару керек тездетіп. Басшылықтың бас жоспарын тездетіп қайтару керек. Сонда бәрі жақсы болады. Бізде осындай жол ғой. Мына су тұрмайды, жағын жаққа ағып кетеді. Бізде бордюр салып тастаған, су жолдың ортасында тұрады. Ара жолдың айналасында ештеңе салынбаған, көрдің бе? Соны айтайын деп едім ғой, соны. Біз айтпасақ кім айтады? Ана ауланы да көрсетейін ба қазір? Бәрі де сондай.
ана ауланы көрсетейін да қазір. Қазір. Сонда көресің. Мына аулаға барып көрсетейін. Бұларда да сондай айналасында ойын алаңдары бар. Бәрі көрсетілген. Міне мына домның ауласын қазір көресің. Кең, короче. Біздегідей тақап сатпаған. Шет жағынан бір көрсетейін. Ата сенбейді. Бізде неге тақап салады? Неге бізде тақап салады? Соған түсінбей жатырық қой. Мына домның айналасына қара сатылмаған. Кең ауласы, мына жолға тақалмаған да.